Бауырым. Жалықтым. Тұрдың ба? Иә. Құдайым ай. Мынау үйме өзі. Қандай лас өзі. Өте лас. Қалайсыңдар? Тони, қалдарың қалай, Рэпман? Чим-чим? Йоу, мына жерде болып жатыр өзі. Не қоқыс мынау? Құдайым ай, лас жігіттер. Бұл не деген сұмдық? Қалжындап тұрған жоқ, не болып жатыр бұл жерде? Бетес, лас жігіттер емес қой, тазалықты ұнатасыңдар ғой. Осы жерде жинаймыз, барлығын тазалаймыз, қане. Не деген жеркенішті? Мынау саған... Жүр, не үшін? Фэшн террорист. Иә, осылай. Қане, чим-чим мұнағын қара. Шашпай жемейсіңдер ме? Не сұмдық? Мынау ас, неге сондай лас? Мынау не? О, не екен білмеймін. Білгім де келмейді. Нейт. Менің орным ең таза секілді. Чем-чем таза бол, тазала. Жақсы. Жігіттерге көмектесуіміз керек. Мұнау менің төсегім емес. Иә, мұнау менің төсек орным. Лас. Осыдан кейін жанкүйерлерін тарап береді. Мектеп кезінде мұғалімдер менің өте зерек және ақылды екенімді айтып жүреді. Барлығын төсектің астына тастаған ғой. Лас. Мақта даяқшылары қайдан не істеп жүр? Мынау кімдікі? Білмеймін. Спайдермен ұнай ма? Ұнайды. Маған да ұнайды. Сүйікті супер қаһарманның бірі. Халық. Жақсы. Салып көрші қане. Жынданып кетті. Ашылым. Жылағым кеп тұр. Жігіттер. Жігіттер келген соң мұнан арналарға қадап тастайым. Не деген сұмдық ес мынау өзі? Масқара. Мына жердің иісі жаман болып жатыр. Ағылшын тілінде мұны бәрін не дейтін білесің бе? Қайтала. Disgusting. Сұмдық деген сөз. Құдайым ай. Масқара, сен істе. Сындырып алдық па? Әйнектің сындығын жиналаш. Олау не сұмдық ес? Жүрегім айнып кетті. Жинап тастақ енді. Жынданып кететін сияқтымын. Немене жеркене бересің? Айтын дегем қазір тіс пастасын орнына қойсам, біреу оны тағы да орнынан алып тастайды. Өзім саламын қайта. Қалдыра салайын ба? Мынау. Біреудің дәреті қалып қойған сияқты. Тазалай салсаң енді. Ішінде бірдеңе бар секілді. Ызам келіп тұр. Біреу дүкенге кетті, біреу кір жууға кетті. Ал біз болсақ жатақхананы тазалап жатырмыз. Біреудің дәретін тазалап. Енді қайтейік. Өмір деген осы. Менің өмірім сонда боқ па? Өмір боқ. Жинап біттік. Кеттік. Осы жерден тезірек қарымды батырсам ғой. Қой енді жете доста. Бұл үйді ұнатпайым. Не деген сұмдық ес? Не сасып жатыр өзі? Кетіңдер. Көні сыптар. Бітірдік. Иә, таза BTS. Жарайсың досым? Керемет.
Turn up. Kiyimimizді жууға келдік. Жууға. О, шықты. Дұрыс қой, ақша сұрай береді мынау. 동전 계속 나와야 돼 이거. Болсаңшы. Жүдіп қайта шығарды. Ойнап жатқан сияқты. Дәл қазір сіз Чонгукпен бірге менің уақытым айдарындасыз. 보고 계십니다. Ең үлкені осы ма? Осы. Үлкені осы. 근데 Мына жерін ашсақ, бұл 열면 мынаған не салады? 다운 Ыстық жылы және жылы суық режимдер бар екен. Мінекей осы режимдер бар. Таңда қарапайым режим керек қой. Иә, 그렇죠. олай емес. Жігіттер сөйлесіп тұрғанда киімдерімді жеке салып жуам. Киімдерімді бөлек жуам. Үш киімді салма. Жоқ, болмайды. Ана жаққа барайық. Кір жуатын ұнтақты алайық. Қап, мұнаны көрсетуге болмайды. Ұнтақ қосуым керек, бірақ қолым бос емес. Иә. Болды. Чонгуктың уақыты. Бір сәт. 해놨거든요. Үш киімді солай орай салысын ба? 그러면 저 Сала салдың ба? 돌아가는 거잖아요. 이건 안 되는데. Сол қалпы жуылады деген сөз ғой. Бұл дұрыс емес, дұрыс жуылмайды секілді. Қателестім. Киімдерім менің. 날 빨래들이야. Ал мен ризамын. Енді дәл америкалық болып сезінем. 0-0. 0-0. Иә. Ағылшынша білемісің? Ағылшынды білмеймін, кешіріңіз. Байып кеттім. Автоматтарға барайық. Шуға шынымен де ойыншықты алып шығала ма? Жолбарысты алып шығам. Ақшасын жеп қойды. Жақсы ән екен. Кеттік. О, керемет. Алып шықты. Шуға ойыншы құтып алды. Бірінші талпысын ана. Саған да алып берейін бе? Әні күштіге не істейсің бе? Тағы да алып шықты. Сыртқа. Алып шықты. Абайла. Бұл жерде ойнау керек емес. Абайла. Иә, бұл жер қауіпті. Бұл жерге ойнама. 3 секунд. Үш секунд тал бергірсеңіз жеуге болады. 3 секунд. Сонда ғана. Балмыздақ бар. Балмыздақ. Бөлек пе? Иә. Бөлек, иә. Үшеу. Тіл білмесем де Америкада тұра алар едім. Қолыммен көрсетсем болғаны. Жігіттер, балмыздақ сатып алдым. О, күшті. Керемет екен. Татып көрші. Жуып болды. Машина тоқтады. Иесі керемет. Иә, тамаша. Миссия. Жоқ, біттім десем. Кеп тұру бар ғой. Мынау не үшін айналып жатыр? Неге айналып жатыр?
Ақшасын тез сал. Осыны салу керек қой ендеше. Чоңгу өзгеріп кетті деп ойлаймысың? Күнге күйді. Иә, 네, 좋아요. салмақ қостым осында кел тамақты көп жегендіктен. Иә, кіржуді бітіріп әйтеуір. Керемет. Жиын қайда кетіп қалды екен? Дүкен ұрлау уақыты қане? Ломның күшті сияқты. Аласың ба шоколадты, бар нәрсе алғың келеді. Иә. Мінекей. Иә, аны алу керек. Мынау. Көп алып қойған сияқтымыз. Алып қойған азық-түлікке ақшамыз жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан көп нәрсе алмаймыз. Бәрін орындарына қойып жүрмін. Аянышты екен. Келдіңдер ме? Иә, келдіңдер ме? Қылтыратып жинап қойдық. Қане, айтшы? Иә, күштісіңдер, жарқатып қойыпсыңдар ғой бәрін. Бәрін жинастырып қойдық. Керектерін алып шық. Тамақ дайындауға ма астық дақылдары? Біріншіден пияз бен сүрсібені майда қуарамыз. Иә, солай жасау керек болады. Пияз бен сүрсібені майда қуарамыз. Америкалық түшпара. Көрдіңіздер ме, мынаны ыстып жерсем қалай болады? Дәмді болатын шығар. Қазір көреміз. Дәмді болатын шығар. Бәтті. Ви, мұнда келші. Мынау Джейкобтың ірімшік таяқшасы. Дәм татып көр. Менің тамағымды қалай түсіріп алдың? Ол не істегенің? Джейкобтың ірімшік таяқшасы. Дәмді ғой, айтшы. Бөлмеймін. Чимен, тезірек кел осында. Иә? Ірімшік таяқшалары дәмді болып шықпады. Сендер үшін арнайы әзірледім. Ішіне не салдың? Ішінде не бар? Айтшы. Сүрсібе, тауық ет сияқты. Жаман емес секілді. Сары уызын неге жемейсіңдер? Дәмді ғой. Жаман емес қой, иә? Тағы берші. Ал енді тамақтың дәмін бимен көрсетші. 5, 6, 7, 8. Дәмді болды. Бағана жинап қойған ем. Иә, қане, бара бер, жинап қоямыз. Жарай, жинаймыз. Бара бер. Бүгін сендерді қандай тапсырма күтіп тұр? Жігіттерді қандай тапсырма күтіп тұрғанын дәл қазір білеміз. Бұл Long Beach деді ғой, Long Beach. Мен естіген өлеңдердегі Long Beach пен бұл Long Beach қатты ерекшеленеді. Сондықтан мен Long Beachтен шыққан әншілер аз емес. Бұл қауіпті жерде естідім, бірақ солай емес сияқты. Осындай қалыппен күнге киіп барам. Иә, күн ысып тұр. Ішімде не киім бар? Мен күнге киіп кеттім. Менің басым істемейді. Жалғыз көзге түсесің.
Қане, көліңкеге тұрайықшы. Я, жақсы болды. Америка астық қой. Long Beach туралы фристайл оқып берші. Қане, Конбит. Күшті. Я, күшті. Күшті көлік екен. Қандай көлік? Ұзын екен. Ей, қалайсыңдар жігіттер? Дайма! Мүмкін емес. Уоррен Джей ғой. Джей Франк стилінде рэп оқитын бүкіл әлемге танымал музыкант Уоррен Джей. Аңыз адаммен кездестіңдер ғой жігіттер. Бойлар өздеріне қажет адамдармен амандасады деп ойладым. Бұрын интернеттен ғана көре алатын адамды кездестірдім. Оны көріп таңғалдым. Шынымен Уоррен Джей ме? Өз көзіме өзім сенбедім. Уоррен Джей орнына ұқсас басқа адам әкелді деп ойладым. Керемет. Осы көлікке мінеміз бе? Қалайсың? Сәлем, қалайсыңдар жігіттер? Құдайма, қалалай достым. Не болып жатыр өзі? Кім екен білесіңдер ме? Әрине. Оны білмейтін адам бар ма? Уоррен Джей. Ей, тыңдаңдар. Тапсырма уақыты келді. Менің ауданыма бар жатырмыз. Қай жерде туып өскенімді көрсетем. Бұл жерде өнер жолын бастағандар өте көп. Сендерді Snoop Dogg, Nate Dogg кезінде өзім бастаған жерге апарам. Сендер Long Beach дейсіңдер ме? Тек қана өлеңді естіген жерде болудың өзі жай ғана естіп қуанып тұрмын, бірақ осылай армандаған тұлғамен кездесу Уоррен Джей аңыз деп естідім. Иә, оның рас. Көп адам маған сіздің аңыз адамсыз дейді. Мен әлі де жаспын. 50-60-қа келгенде сонда аңыз адам деп айтарсыңдар деп ойлаймын. Әзірге мен қалаған ісіме айналысып жүрмін. Бұл біздің бірінші кездесуіміз, сондықтан біз кәріс тілінде сізге құрмет көрсетіп амандасқымыз келеді. Екі. Қане, солай жасамыз керек. 1-2-3, Бантан, сәлеметсіз бе BTS? Бантан, сәлеметсіз бе, біз BTS? Түсіріп алу үшін телефонымды алайын. Көрейік. Жақсы. Дайын болғанда айтыңдар жігіттер. Иә, мен дайынмын. Уоррен Джей, 2-3, Бантан, сәлеметсіз бе, біз BTS? Уоррен Джей. Кореядан сәлем жігіттер. Көршіңді кездестірген сияқтысың. Бұл VIP. Дәл осында. VIP? Көріп тұрсыңдар ма, анау жерде. Long Beach. Яғни осында хип-хоп секілді қала мақтанышы. Бұл VIP. Бұл жерде көптеген оқиғалар орын алды. Жақсы музыка жазылды, көп әртістер осы жерден бастады. Қалайсың? Ей! Long Beach'ке қош келдіңіздер. Long Beach'ке қош келдік. Long Beach маған ұнайды. Nate Dogg, Уоррен, Snoop. Сізге ұқсайтын сияқты, Осы ғой, солай ма? Солай. Жақсы шыққан солай емес пе? Күшті суретке түсіріп алу керек. Шынымен де ескі тапсалар көп екен. Ұнайтын әншілерің болса, бұл альбом болады деп ойламаппын. Тупак. All Eyes on Me. Ең мықты альбом болатын. Жаттыққан көздерінде бұл альбомдарды бірінші рет естідім. Бір тыңдағаннан ғашық болғам. Long Beach. Long Beach жазуы бар кеп қалғаларың келе ме? Мен сатып алайын. Әрбіріңе бір кеп қадам беріңіз. Сатып алып берет деді. Рахмет. Рахмет, Уоррен Джей. Осындай нәрсе бірден киіп алу керек. Осындай жеден кесем, 213 достар болып кетем бай ойлайым. Рахмет, сау бол, рахмет. Сәтті өтілейм. Сол жерде қандай өлең таспаладыңыз? Жаңағы жерде ме? Бірнеше демо өлеңдерді әйгілі болардан бұрын. Өзімнің бауырым Доктор Дрэге өзімнің таспамды көрсеттім. Ол оны ұнатып, бізді студиясына шақырды. Солай болды. Snoop пен Nate пен жас болғанда таныстыңыздар ма? Бастауыш мектепке бірге бардық.
Мектеп достары ғой. Бастауыш мектепте дос болып, сосын аттар аңызға айналған ба? Неге Snoop Dogg сияқты класстас болмады? Біз 21 Levi's деген жерге барамыз. Альбом мұқабасын көресіңдер. Жарайды. Mount up. It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume. Тоқтай тұрыңыз. Бәрі танып жатыр. Орын жейді. Қараңдар. Көр тұрсыңдар ма? Ағаш па? Бұл альбом мұқабасы. Альбом мұқабасы анау жерде. Керемет. Қараңдар, жаңағы альбом мұқабасы дәл осында. Дәл осы жерде. Мен көшенің арғы бетіне тұрдым, сендерге көрсетейін. Бір нәрсе сұрағым келген. Иә, бұлай қарай жүре беріңдер. Жас кезінде қандай болды екен? Басқа балалар сияқты. Әрине ойнадым, велосипед айдадым, қоқыс себеттерінен секілдім дегендей. Ойнап күліп жүрдім. Бұл жерде мен тұрдым, дәл осында. Анау үйді көріп тұрсыңдар ма? Сол жерде өстім. Дәл осы жерде. Тоқтаңдар, бұл жерде менің атым жазылған. Бір сәт. Мінекей. Достарымызбен аттарымызды осында жаздық, осында. Көлеңкелерін жауып тұр. Осында болуы тиіс. Көп уақыт өтті ғой. Baby Papa, DJ Baby Papa туралы айттың ба? Дәл осы үйде тұрды, мен ар жағында үйде тұрдым. Ал Тик деген басқа досым анау үйде тұрған. Осы жерде бәрін бастадық. Дәл осы жерде. Осында жиналатынбыз, байлар тұратын аудандағы дүкенде комбит сатып жұмыс істедік. Бұл біз үшін өте ерекше орын. Арнайы сендер үшін әлемге әйгілі орын жиымдастырып отырған бірінші музыкалық тур. Үлкен тәжірибе. Сендерге қызығам, BTS. Бұл не өзі? Бұл жақты жауып тастады. Бұрын бұл жер ашық болған, енді жауып тастапты. Бұл жерде біз түсіргенбіз. Who am I, Snoop Doggy Dogg? Дәл осы жерде түсірдік. Осы жерге қабырға орнатып қойған. Бұл жақты жауып қойыпты. Бұрын осының бәрі ашық болатын. Темір жол болатын, осы жерде музыкалық бейнебаян түсірдік. 1-2-3 болып тұрдық, дәл осында. Бұл мен тұрған үйлердің бірі. Тағы біреу танып қойған секілді. Осы жерде ер жеттім. Қалайсың? Үйде отырып жаңа ғана сіздің суреттеріңізді қарап отырдым. Күшті. Бұл Орын Джей. Қалай жағдай досым? Бәрі ойдағыдай, мен сіздің әндеріңізді тыңдаймын. Осы үйде тұрдым, сол үшін келдім. Иә, сол уақытта әлі туып үлгермеген сияқтысың ғой. Менде сол шлем бар. Бұл Snoop лигасынан. Осыны ұмыта қоймаспын. Оны көрген әрбір адам вау деп қуантады. Бұл құтты президентті кездестіргендей. Иә, солай болып жатыр. Соны айтам. Ол аңыз ғой енді. Иә, орын ба, құдайым ау. Ол орын. Суретке түсейік. Осына тұрдыңыз ба? Бүгін осы уақытта керемет өткіздік. Бүгінгі күн уақыт тамаша өтті, көңілді болды, енді тыңдаңдар. Сендерге тапсырмаларым бар. Тапсырма. Жеңіл болсыншы. Regulate әніне сөз жазыңдар. Әрқайсыларын өз өмірлік оқиғаларында жазсаңдар деп қалайым. Сондықтан өздерінің Regulate нұсқаларында шығарыңдар, өз оқиғаларында. Жақсы жігіттер, сәттілік, сау болыңдар. Сәттілік, рахмет. Бәрін жақсы көрем, жігіттер. Рахмет. Түсінбей өңім бе? Әрқайсымыз Regulate әніне өз нұсқамызды жазуымыз керек пе? Менде Ви мен Чонгук бар, сондықтан уайымдаймаймын. А менде сен барсың. Иә, қолымыздан келеді. Иә, ағаңа сенсең болған. Әркіміз оқиғасын жазып көрсін. Жарайды, кеттік. Тезірек қолымыздан келеді. Сонымен Орын Джей тапсырмасын бастаймыз ба? Күнге қарсы крем жазып болу керек. Иісі америкалық диван секілді.
Соған қатты ұқсайды. 쪽파 냄새 난다니까. Америкалық диван сияқты ондай иіс біздің елде жоқ. Шын айтам. 지금 숙소. 지금 숙소. Қазір тұрып жатқан жатақханадағы диван иіс сияқты. 점점 Америкалық жатақханамыз ақырындап Карш жатақханасына айналуда. 커피가 났어. Сендерге суретке түсіріп алайын, аспаңдар. Үштігінде біріміз «Йоло» дейміз. «Йоло». Жақсы сау бол. Даладағы адаммен суретке түсу. Америкада бұл қалыпты нәрсе. Маған ұнайды. Маған да. 너무 좋아해. 너무 좋아요. Бүгін Уорренджимен кездесу сен үшін қалай өтті? Хип-хопты зерттеген кезде Уорренджи туралы білдім. Шын өмірде кездескеніме таң қалып отырмын, білесіздер ме? Оның рас. Джейн, сен актерлік шеберлікпен айналыстың ғой. Бірақ келе сала саған хип-хопқа ауысу керек болды. 이런 거에 대해서 약간 Көңілің қалып қойған жоқ па? 거부감이 Басқа жанр болған жоқ, әрине өкінішті болды. 다른 장르니까 Кішкентай кезімде ағам хип-хоппен айналысатын. Сондықтан мен үшін қалыпты нәрсе. Мен үшін актерлік шеберлікпен хип-хопқа ауысу қиын емес. 적응하는데 Мен келгенде барлық 7 қатысушы рэпер болды ғой. Арасында жалғыз биші мен болдым. 멤버가 모두가 Өзімді шеттетілгендей сезіндім. 줬던 건데 Шеттетілген емес, бірақ арамыздағы кедергілерге алып тастағым келді. 떨어진 그런 느낌을 Өзіме айттым, 잊어버리자라는 건 아닌데 жігіттермен ортақ тіл табысуым керек деп. Содан кейін рэпті терең оқи бастадым. 보자 해서 진짜 랩을 Менің фристайлым оларға қарағанда онша болмады. Сол себепті тіл табысуда оңайға соққан жоқ. 못 하더라도 Сол кезден бастап рэперлермен көп 텐데 래퍼 멤버 사이에 айналыса бастадым. 그게 Өзім қалай рэпер болам деп көп ойландым. Мені таң қалдырған нәрсе, Хоуп әр адаммен тіл табыса алатын өте ашық және позитивті жігіт, сондықтан оның өмірінде сондай оқиғалар бола алатын мен ойламаппын. Өзінің ыңғайсыз сезінгенін айтып берді. Меніңше біз онымен ұқсаспыз. Кәдесілер осы жерде бол керек. Қане сатып алайық, кеттік. Балымыздақ сатып жатыр, алайық. Балымыздақ, сіз жейсіз бе? Осындай кезде балымыздақ жеу керек. Осындай сәттерде жан дүниеңді ашып біреумен сырласқан дұрыс. Уақытты пайдалы өткізіңдер деп үміттенеміз. Қандай әдемі. Күн батып бара жатқан сияқты. Оқиғаларымызды бір-бірімізге айтып, екеуміз сырласып қайттық. 진솔한 얘기를 한 적은 없잖아. Маған қатты ұнады. Бүгінгі күнді өте жақсы өткіздім. Ішімдегі қуаныш сезімім жеткізе алмай тұрмын. Болашақта қиындықтар туып қалса, бәріне төзіп жеңіп шығарым деп ойлаймын. 그리고 한 발짝 더 항상 나아가는 Ал сен ше? Досыммен өз сезімдерімді бөлісудің өзі мені қуантады. 친구에게 말할 수 있다는 게 Осы жайлы ән айтсақ та жақсы болар еді. Өмірде болған барлық қиыншылықтар, барлық кедергілерді жоятын қалыпты ұстау. Осы күнге дейін жеттім дегендей жазсақ, күшті шығатын сияқты. 상대를 하고 Қиындықтар болса, мен оларды жеңіп осы күнге дейін жеттім. Күшті ән шығарайық. Иә, солай жазсақ жақсы болар еді. Жарайды. Біздің қолымыздан келеді, жақсы. Иә, қолымыздан келеді. Қиындықтардың бәрін жеңіп шығамыз. 이런 고통들을 우리 다 이겨낼 거야. Бұл Snoop Dogg пен Nate Dogg оқыған мектеп дейді. Snoop Dogg'ты осы жерде менсін бе деп естідім. 손톱이 튀었잖아 방금. Ішке кіргім кеп тұр. 들어가보고 싶은데. Оқып үйренгің келсе осы жаққа кел дейді. Ендеше біз кеттік. 하겠습니다. Бұл мектеп пансионатқа ұқсайды екен. 좋아요. 완전 예쁜데요 안에? 뭐 한국 Иә, солай сияқты. 아 그럼요. Шешімі әдемі екен. 어디 가고 싶냐 너는? Кореядағы мектептерде осындай романтика бар. 하고 싶고 자기 Иә, сен не жайлы айтып келеді? 했잖아요. Жұртқа айтатын бәр нәрсең бар болғандықтан рэп оқимын. Ал мен болсам шыны керек не істерімді әлі білмеймін. Ендеше айтарым жоқ қой. 너는 그럼 그거네. Не айтарымды білмеймін деп айт. 없다. Солай дұрыс бола ма? Иә, топтың қамын ойлап, тыныш қана өмір сүру керек деп ойладым. 우리 팀을 위해서라도 되게 Солай деп ойлағанмын. 해야지. Сонда қалай? 뭐야? 조용히 살아야지. Әдетте чеменнен емін-еркін сөйлесе алмаймын. Яғни алам. Осы жолы ортақ қасиеттерімді іздей бастаймын. Екеуміз де жұрттың сөзіне қатты көңіл бөледі екенбіз. 사람들이구나. Басқа адамдардың көзінше істей алмайтын нәрсемен айналысудың қажеті жоқ деп 이게 하지 солай ойладым. 말고 살아야지. 그래서 Сондықтан тезірек өз ісімді тапсам ба деп ойладым. 그게 많았지. 솔직히 солай жасағым келді. 그런 생각을 하고 있었고요. Иә, оның дұрыс. 진짜 뭐 그런 Сол ой мені көп уақыт бойы мазалап жүрді, тіпті басымнан шықпайды. 그거 맞는 것 같아요.
бірақ ақыр соңында айтайын дегеннің жұрттың сөзіне көңіл бөле бермеу керек. Жұрттың мен жайлы не ойлайтыны мен үшін маңызды екеніне көзім тағы да жетті. Өзім туралы ойлаудың орнына Лос-Анджелесте салмағы бар тоннаға жеткізетін жидесіз жүрген адамды көрдім. Сондағы ойлағаным, бұл адам осылай жүрсе, адамдар маған қалай қарайтын туралы алаңдағым келмейді. Солай жасағым келген жоқ. Америкада барлығы керісінше. Бұл жерде жұрттың пікірін маңызды санамайтын адамдар жетерлік екен. Мен де солай өмір сүргім келеді. Солай өмір сүрем. Дайын. Енді өлең мәтін жасақ болғаны, Кенеттен осындай шумақ есіме түсті. Нотамен. Бұл дегеніміз ер азаматтар. Солай емес пе, Одан кейін сен айтасың, Қане ойыңа келген айтып. Ойымды жинақтай алмай жатқан секілдімін. Мен де басқа жерге барып, осы жерде ойланып көрейік. Бұл жерде ой көрмей жатыр. Басқа жерге барайықшы, сол жерде ойланып көрейік. Жақсы. Жолда музыка туралы ойлаймыз. Жақсы. Дәмді. Мен және жалпы мұның бәрі жалпы жағдай жақсы болды. Сен биді не үшін ұнатасың? Лақтырып таста. Қане? Лақтырма. Бұл менің дәптершем ғой. Мен күмәнданбастан. Саған осында дұрыс спай болғаны ұнай ма? Басқаның пікіріне назар аудара бастадым. Біз шығарған мелодия менің сезімдерім мен ойыммен сәйкес келеді. Оны айтқан сайын көңілім түсе береді. Не болса да оны қосуымыз керек. Сөзсіз. Бірінші ойланып, сосын талқылау керек. Жай ғана көше бойын аралап келеміз. Жүр. Осылай жүре берген дұрыс. Әрине, бұл Лонг-Бич қой. Мен әндетіп жатырмын. Қайталайым. Осыған назар аударайық. Сандырақтап жатырмын қазір. Көп сөйлеп кеттік. Сандырақтап жатырмын. Сені тұншықтырып жатырмын. Мәтін жазу керек. Қалай тез ашуланасың? Мен кроссовки болсам, сен тәпішкесің. Фристайлды қойып былай істекші. Қане, шолама бітпейді. Қане, бағана тамаша болып еді ғой. Біздің әніміз жайлы не болмақ? Арамыздағы ұқсастықтарды табу маңызды деп ойлаймын. Осылай жазсақ, қалай дұрыс болар екен, қалай ойлайсыңдар? Фристайлды қойып былай істекші, одан да мен осылай жасасам, егер де әрқашан осылай жаза берсек қалай болады? Сондықтан мен бүгінгі күнге қалай жеткен туралы, қандай мақсатым бар туралы айтқым келеді. Әкем маған қатты қолдау көрсетті, сондықтан мен әкемнің қолдау арқасында осындай дәрежеге жеткенімді айтқым келеді. Өлең жолдары болмай қойсын. Жай ғана өзінің өмірің жайлы ойларыңмен бөлісіп көр. Ал мен соңында бір жүйеге келтірем. Жарайды. Жарымды жаулап алған үрей болған сондай сияқты болып кетті. Шуга менің немен айналысқым келетінім туралы жаз деді. Қалған өзі тындырады деп айтты. Сол сөз оқ сияқты атылып, барлық үрей сезімім жоқ болып кетті. Ал мен болсам, жарайды мақұл деп жай ғана жаза бастадым. Андай сәтте осындай ғана ой келеді. Әке, сағындым сені. Дәл қазір оны бір сәтке көрсем бе деймін. Себебі оның арқасында мен осындай дәрежеге жеттім. Осыны жазып жатқанда, әкем осында болса, қандай күшті болушы еді. Әдетте, өткен күндерді еске алмаймын. Мен шын мәнінде өткен күндерді еске ала бермеймін, бірақ бұл тапсырмаға байланысты өзімнің өткенім туралы айту керек болғандықтан мен үшін жаңа нәрсе болды. Не істейін? Алаңдамай жазғың келетініңді жаз. Пусанда тұрғанда өзіме сенімді болдым, бірақ өмір жайлы түк түсінбедім. Сеулге көшіп, қанша талантты адамдардың бар екенін көріп таң қалдым.
몰랐는데 개구리. Мен түкке тұрмаймын ғой деп ойладым. Музыканың мәні болу үшін барлығы оны қиындатқысы келеді. Солай емес пе, иә? 있단 말이야. Сондықтан осы тапсырма бізді ойландырып, зерек қылады деген үміттемін. 미션이었어. Бұл біздің немен айналысып жатқанымыз туралы айтып беретін керемет мүмкіндік деп айтқым келеді. 하고 있는 일 Сондықтан олар бұл тапсырмаға, музыкаға байыппен қарағандарына мен ризамын. 되게 좋았던 것 같아요 시간 자체. Кейбірі бізді хип-хоп әртіс деп атайды ғой. 하지만 어떤 Енді кейбірі біздің жоба сияқты қабылдайды. Олар бізді солай көреді. 볼수 Және ол шынымен ойландырады, иә. Мен жиі ойланатын нәрсе, қандай музыканы жазғым келетіні. 내가 하고 싶은 Өзім қалайтын ба, әлде басқа біреу қалайтын ба? Өз оқиғасымен бөлісетін адам шынымен музыкант деп санаймын. Біз сондайды істеп көрмедік қой. Музыка арқылы өзіміздің оқиғамызды айтпадық. Не үшін музыкамен айналыса бастадым? Маған не себепті музыка ұнайды? Егер менде сондай мүмкіндік болса, осы сияқты нәрселер жазғым келеді. Музыкамыздың мәні терең болып, өзімізде жетілсек пе деймін. Осындай тапсырманы не үшін бергенін енді түсіндім. Музыкаға мәтін әлі дайын болмаса да, сонымен осыны барлығында енді түсінгендеймін. 물론 아직 Сосын жарайды, Джунгук өзінің қандай әншті болған туралы айтқысы келеді, және мен оларға әлі көрсетем. Дұрыс айтылған. Осыны қоссақ, күшті болады. 그렇죠. 그거 들으면 충분해요. Арманымыз бірдей армандар, мені басып кетеді деп қорқамын. Сондықтан мен әкеммен сөйлестім. 아버지에게 진지한 이야기를 했다. Арманды жүзеге асыруға әкем көмектесті. Менікі дұрыс болмады, кешір. Өткен өмірімде не білдіріп қойғанымды білмедім. Бірақ біздің кілтті сөздеріміз жоқ деп қорқамын. Түкке тұра алмаймын. Ұйқаспайды. 안에 개구리. Рэптегі суырып салмам. 너희라면 Ондай жоқ. Иә, Ви бірдеңе шығаршы. 와우. Иә, солай болды. Ұрлап алды ғой, білмеймін. Менің өлең шумақтарым поезд сияқты жылдам. Иә, солай сияқты. Білмеймін. 내가 Енді менің өлең шумақтарым тыңда. Айтып көр. Менің өлең шумақтарым поезд сияқты жылдам. Ал сен маған күлудесің. Бірақ сенің сазайыңды берем. 빔빔. Қазір жынданып кетем. Вейр оқып отыр. Ол топас қой. 오. Ал біздің директорымыз ескі CPD сияқты. 시기야 like CDP. 오. Көңілім қалды одан күз сияқты. like 가을. Лос-Анджелеске келдім. Енді қайттым. Мені алып қашты. Зынданға қамады. 빠빠. Қалай екен? Не сандырақтап отыр? Сенің кесіріңнен ішім қатты ауырып кетті. Күн батуда, күн батып жатқанда суретке түсуіміз керек. Қане тағы бір рет. Шуга, сенің және достарыңның оқиғаларын бір түнде біріктіру оңайға шықпас. Бүгінгі түнің ұзақ болмақ. Бекен бол, Шуга. 무척 길겠구나. 힘내, 슈가. Күшті рэп шығарғым келеді. Жақсы рэп шығарам ба деймін. Бірақ ойлағандай оңай емес екен. Видің әнге салатын жұмақтар бар, соны реттеу керек. Нейттің дауысы. Сол осылай жасамайды ғой. Солай емес пе, Сенімдірек, даусың сенім шығар. Осылай ма? Жетер. Болды. Иә, осылай. Осы жолы бірінші орын алатын ойым бар. Мен бірінші орын алмай шығарым. Барлық мән осы мәтінде ғой. Аяғында степ-ап деп айтқанда даусын шығар, бірақ қатты емес. Бір тонға жоғары алсам ше. Жоғары алмай қой, бұлай айтып көрші. Сенің дауысың секіріп тұр. Ал аяғында осылай істейік. Осылай ал. Қазір түн ал сияқтымыз. Дауысын шығарып айт. Осылай сияқты.
또 얼마나 깔끔 미성을 써서 뭔지 알지? Жақсы. Hey, no, y'all gonna miss out on the G-Funk era. You don't know I said things are going for Warren G. Ей, қалдарың қалай? Қалайсыз? Жағдайларың қалай, жігіттер? Бақыттымыз. Мен қобалжып тұрмын, түсінікті. Соңғы кездескенде тапсырма беріп ем. Регулейт әніне мәтін жазуларың керек еді, солай ма? Осы тапсырманы орындағанда қандай қиыншылықтарды бастан кешіретіндеріңді білгім келеді. 시간이 없었던 거? Уақыттың аздығы, мен түсінбеймін. Мен үшін қиын болғаны бұл Регулейт әнінің сөзі, яғни өзі. Сіздің Warren G өмірдің туралы. Сол қатты салмақ түсірді, бұл Регулейт қалыптасқан ән ғой. Иә, бірақ сендер өздеріңнің оқиғаларыңмен бөліссеңдер, ол сендердің бөлшектерің болады, және ол керемет. Енді жақсы нәрсеге уақыты келді, иә. Дайындағандарын көрсететін кез келді. Сонымен, бірінші болып шығатын Ви, Чонгук және Шуга. Қолашып тұрмын, не үшін екен? Жігіттер дайынсыңдар ма? Иә. Білесіңдер ғой. Чеч. Музыканы қос. 하루하루 매일을 지겹게 살아가는 우린 커버린 필요한 이대로 시간이 가도 어른이 되진 않아 어린 나이에 분명했던 10대의 꿈 그에 반해서 불투명했던 미래의 문 시간이 가도 나이를 먹어도 여전히 난 여기 있잖아 머릿속에 가득 찬 고민 지금 나는 어디인지 나도 헷갈리잖아 Бұл нағыз рэп. Уақытымыз аз болған соң, таңертең әжетханада осылай отырған кезімде жаздым. Егжей-тегжейін айтудың қажет жоқ сияқты. Уақыт аз болды, аз. Не, сасып кетті, сатып жатыр ғой. Гигиенасы туралы баяғыда ұмытқан. Көңілім қалды кішкене. Шынымен сезімім айтып шаққан секілдісіңдер. Естігенім шынымен ұнады. Осы шумақтары қарап сендердің не айтатын кедендерін түсіндім. Әннің мәтіні керемет. Рахмет. Әжетханаға істері туралы айтпадың ғой? Барым салдым әжетханада да. Доғар ән салаң. 본인 광주 내 인생을 춤으로 시작 부모 반대와 사람들의 비판이 있어도 진짜 나를 골라 일단 내 삶 내 갈 길을 매우 집착 철없던 삶 그저 어렸지 내가 원하지 않는 길을 걸었지 용기 내어 말했던 나의 길 그들이 원한 건 평범한 남의 길 Мәтіннің мәні өте терең. Ата-анасы музыкаға қарсы болып, оған бөгет болғаны туралы айтты. Ақсоңда үйден қашып, өзі ұнататын музыкамен айналыса бастады. Не туралы айтқандарыңды түсіндім, ал содан кейін тасқындар туралы шумақтар кетті. Ормен не дейтінін мен анық түсіндім. Сен көп нәрсені басынан өткеріпсің ғой. Көп нәрсені көрдің, және мұның бәрі сенің басынан өтті. Арқаңа маймыл жабысып қалғандай, бірақ бәріне төзіп, жеңу керексің, мен түсінем. Иә, солай деп айтқым келеді. Бұл әрине өте қиын жағдай. Сондықтан мен барлығына түсінем. Жарайсыңдар деді. Рахмет. Иә, бұл рас, жарайсыңдар. 너는 나를 매 눈치 보는 게 일상의 트렌드 조금은 불쌍한 나의 인생 진짜 나는 어디 뭐든지 난 잘나지 못해서 자꾸 불안해하고 있어 이 진실은 너무나 불편해 내 곁에서 숨쉬고 있어 Бағана айтқандай, осы әнге кәріс тілінде мәтін салғандарыңа ризамын. Шынымен де қуантарлық жағдай. Мен үшін құрмет. Сендердің жан-жақтыларыңды көрсетеді. Бұл керемет деп ойлаймын. Дайынсыңдар ма? Иә, мен дайынмын. Жеңімпазды анықтайтын уақыт келді. Бұл мен үшін өте қиын, себебі айтып кеткендей барлықтарың көңілімнен шықтыңдар. Сендер дарындысыңдар. Бұл барлықтарың үшін менің сыйлығым болмақ, сендерге сыйлайын деп жатқаным. Өлең құрастыру үшін сендерге бит жасағым келеді. Қандай альбомда және қайда байланыстырмаңыз. Құдайыма, бит, рахмет, керемет. Бірақ жеңімпазды анықтаудан бұрын барлықтарың ұнадыңдар деп айтқым келеді. Мен үшін өте қиын таңдау. Қобалжып тұрмын. Бірақ қайтсем де таңдау керек болып тұр ғой. Чонгук, Ви, Шуга. Құтты болсын жігіттер, айтқым келгендей, сендермен жұмыс істеу өте қуанышты болды.
Сен үшеуіңе қолтаңба қалдырылам. Что, я, тамаша. Керемет. Қызығып тұрмын. 완전 부러워. Шуга, Ви, Чангук. Jungkook. J-U-N-G-K-O-O-K. Қызығып тұрмын. Орынжи өзі қолтаңбасын қалдыруда. Рахмет, құдаймай. Бір сәт. 좀 부럽다. Жеңіс басысы емес деп едік қой. Неге мен жеңіле берем? Не болса да барымыз салдық. Рахмет. Біз үшін құрмет. Фильмді қазақ тіліне аударған індіка телеарнасы 2018 жыл. 소년단처럼 진격해 방탄 소년단처럼 진격해 방탄 소년단처럼 진격. 와 대박. 영감하지?